абайда маңызы басқасына қарағанда төменірек деп айтуға келмейді, қайта қырталсақ та. Дей тұрса да, абайдың қара сөздері өзі адам әрекетіне, адам еңбегіне арналған үлкен ұлы трактаттар болғандықтан, мотив мәселесі дегенді біз арнайы осы дәрістің тақырыбына шығарып отырмыз. Шындығында да абай шығармашылығы адамды әрекетке үндеу болатын болса, сол әрекеттің барлығының негізі, яғни оның тегершігі, оның ұршығы осы мотив болып есептеледі екен. Сондықтан да бүгінгі біздің сабағымыздың өзегіне адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі деген абайдың қағидатын алып отырмыз. Бұл жердегі мейірлену деген сол мотив екен. Яғни мотив дегеніміз адамды әрекетке итермелейтін түрткі. Адамның бүкіл әрекетінің қуат көзі осы мотив болып саналады екен. Біз мотив дегенде оның қандай мән мағынасы бар. Біз абай іліміндегі осы мотив дүниесін сөз еткенде қандай мәселелерге көңіл бөлеміз. Осылар жөнінде бүгінгі біздің дәрісіміз осыған арналады. Ең алдымен мына бір сөздерге назарларыңызды аударғым келеді. Онда былай дейді: жол болғыш адамдардың әдетте жолы болмайтындар, жақсы көрмейтін істі істейтін әдеті бар дейді. Мән беріп қараңыздар. Жол болғыш адамдардың дейді, жол болмайтындар, жақсы көрмейтін істі істейтін әдеті бар дейді Грей. Оны істеу жол болғыш адамдарға да ұнай бермеуі мүмкін, бірақ олар өз сезімін тежеп ұстап, міндет. Сонда қарап отырсақ, бұл жолы болғыш адамның жолы болмайды, менің жолым болмады дейтін адамдардан ерекшелігі дейді. Ол өзіне ұнаса да, ұнамаса да, сол өзінің қажеттігіне қарай, істің қажеттігіне қарай, өзінің сезімін, эмоциясын тежей біліп, сол істі қайтсе де атқаруды өзіне міндет санайды. Сонда міндетті түсінімді екен. Яғни бұл жердегі әңгіме, яғни адам қандай әрекет жасаса да бәрін бірдей сүйіп жасауы, бәрін бірдей өзінің қалауымен жасауы міндетті емес дегенді айтады. Яғни мотив ішкі түрткіні өзі де игере алатындай, өзінің жаңағы ішіндегі талпындырушы күшті, Әл-Фараби айтпақшы, сол талпындырушы күшті өзі игеріп, өзінің мақсатына, міндетіне бағындыра алған кезде, ол шын мәнінде жол болатын адамға айналады. Яғни адамдар қандай кезде де менің жолым болмады деуден гөрі, мен қай міндетті атқардым, қай міндетті атқара алмадым дегенге өзі толық жауап бере алатындай болу керек дейді. Неге бұл сөзді біз мотивпен байланыстырып отырмыз? Өйткені әрекетке әкелетін мотивтің әртүрлі себептері, әртүрлі тәсілдері бар екен. Сондықтан да абай айтатын сөздің түпкі мәнінде бұл мәселелерге де соғып кететін бар. Сондықтан мынау сіздерге анығырақ түсінікті болсын деп осы сөздерден бастап отырмын. Ал енді ол мотив қалай оянады? Оны Мерлин Фергюсон деген ғалым айтады. Ешкімді зорлықпен өзгерте алмайсыз дейді. Әр адам тек іштен ғана ашылатын өзінің өзгеріс қақпасының күзетшісі дейді. Осы күзетші деген сөз абайда да бар еді ғой, күзетшісіз иман тұрмайды деген. Сонда бұл жердегі айтылып отырған нәрсе күзетші, яғни өзгеріс қақпасы, өзінің ішіндегі өзгерісті әр адам өзі ғана жасай алады, және ол қақпаның иесі тек қана өзі деген мәселені айтып отыр. Біз оны ешқандай дәйекпен немесе үндеумен аша алмаймыз дейді. Яғни сырттағы адамдардың сөзі қандай сұлу, қандай көркем, қандай бір іске шақырып тұрған ұранды пафосқа толы болса да, егер адам өзінің өзгеріс қақпасын, яғни өзінің ішіндегі қақпасын өзі ашпаса, оған ешкімнің де әлі келмейді дегенді көрсетіп отыр. Ендеше зорлықпен өзгерте алмайсың дейді. Сондықтан бұл сөзді біздің дана қазақ баяғыда мақалмен бекітіп қойған екен. Қазақ айтады, зорлық қосқан тазы түлкі алмайды дейді. Міне осы жердегі зорлық қосқан тазы дегеніміз, зорлық ол сырттағы зорлықты айтып отыр. Ал енді Грейдің сөзінде ол айтады, ішкі дүниесін, ішкі жаңағы қалауын өзінің қолымен игертетіндей, өзіне өзі ие болатын қуатты оятқан кезде, қуатқа ие болған кезде, адам кез келген әрекетті орындауға бейім келеді дейді.
Олай болатын болса, жалпы осы мотив пен адам әрекетінің арасындағы байланыс неден көрінеді? Біз мынау алдыңғымыздағы сызбада сол мотив пен әрекеттің бір-бірімен сабақтастығын осы сызбаға түсіруге тырыстық. Яғни оның біріншісі мынау мотив, яғни интеллектуалдық тұлға, соған қойылатын талаптар тұрғысынан, екінші рухани жаңғырудағы ұлттық дәстүрді, соны адамдардың орындайтын әрекеті деңгейінде қарастырып отырмыз. Ең бірінші мотив деген не? Мотив не береді? Сол тұлғаның қалыптасуына. Ол ең алдымен сол өткен сабағымызда айтқан, егер толық адам деп айтатын болсақ, білім ғылымға ұмтылған, соны білуге құмартқан адам деді ғой. Ал енді сол білім ғылым арқылы барып оны жаңағы жаратушыны таныған адам, ол толық адам дейді. Олай болатын болса, сол толық адамға керек білім, ол мотивпен қалай байланысады? Ең алдымен мотив дегеніміз сол адамның дүниелік білім алуының негізі екен. Дүниелік білім дегенде біз осының алдында да айттық, дүниелік білім бұл адамның өзінің бүгінгі өмір қажетіне жарайтын білімді меңгеруі. Яғни ол ешқандай пафосқа құрылмаған, я болмаса теориясы бар да практикасы жоқ, немесе практикасы бар да теориясы жоқ дүние емес. Яғни ол практикамен, ең алдымен теория мен практиканың қабысқан, яғни адамға пайдалы білімі, мәнсіз білім мен әдіс білімнің бірлігіндегі білімді дүниелік білім дейміз. Ендеше сондай білімді игерудің негізі осы мотив болып саналады екен. Өйткені мотив бүкіл әрекеттің қозғаушы күші екен. Мотив болса әрекет бар, мотив жоқ болса әрекет жоқ дейді. Міне сонда әрекетті, саналы әрекетке адамды бастайтын қозғаушы күш те осы мотив болып саналады екен. Одан кейін осы адамның интеллектуалдық жаңағы деңгейін, зердесін, зияткерлік қуатын арттыратын тағы бір керемет дүние, ол өмірлік дағды. Ал мотив сол өмірлік дағды қалыптастырудың тетігі екен, бірден бір тетігі екен. Өмірлік дағды дегенде, қазір біз функционалдық сауаттылық дегенде көп айтамыз. Осы функционалдық сауаттылық, яғни алған білімді өзінің қажетіне жарата алу, қолдана білу деген сөз. Ал қолдануға үйрету үшін кез келген адамның сол әрекетінде бір негізгі басты мотивтер салтанат құру керек, мотивтер атсалысу керек. Өйткені мотив келесі пунктке қарасаңыздар, белсенді әрекеттің шарты. Мотив болған кезде адамның шын мәнінде белсенділігі артады екен. Ой белсенділігі, әрекет белсенділігі, сөйлеу белсенділігі, яғни олардың бүкіл қабілетін оятатын дүниелердің барлығы осы мотивтен басталады екен. Өйткені ол соның шарты екен. Яғни мотив болған кезде ғана белсенді әрекет жүзеге асады екен. Сонымен бірге бұл тұлғалық қабілеттердің дамуының көзі екен. Егер біз толық адам болу үшін адамның бойында қабілеттер дамып барып қасиетке айналу керек дедік қой. Ендеше сол қабілеттерді дамытатын да осы мотив болып табылады екен. Енді әрекет тұрғысынан, яғни адамның өзінің өмір сүру әрекеті тұрғысынан қарайтын болсақ, кез келген адамның, жалпы адам баласының басқа тіршілік иелерінен үлкен айырмашылығының өзі осында, оның әлеуметтенуі. Міндетті түрде ол әлеуметтік ортада, яғни қоғамдық ортада өмір сүруге тиіс адам тіршілік иесі екен. Олай болатын болса, оның сол ортаға кірігуінің, яғни әлеуметтенуінің тетігі де осы мотив екен. Яғни қоғамда өмір сүруге, қоғамдасып өмір сүруге, адамдармен тіл табысуға ұмтылыс, ол ішкі мотивтен бастау алу қажет екен. Сонда ол шын мәнінде адамның әрекетіне болады. Сонымен бірге өмірдің заңдылықтарын тануға ұмтылыс. Қарап отырсаңыздар, мотив бар жерде тетік, күш, негіз, көз, ұмтылыс деген сөздер бар. Осының барлығы сол мотивпен бірге жүретін және мотивтің бар екендігін көрсететін әрекеттің түрлері. Олай болатын болса, өмірдің заңдылықтарын тануға ұмтылыс деген кезде біз мынау руханият дүниесіндегі де және адамдардың арасында қарым-қатынас жағдайында да сол адамның ішкі ұмтылысы туралы айтып отырмыз. Сонымен бірге танымпаздық жолы, әрекет бар болса ғана адам танып үйренеді. Яғни бір нәрсені үйреніп, екінші бір нәрсеге, одан әрі, одан да үлкен, одан да кең нәрсеге ұмтылыс осы мотив туған жерде ғана болады екен. Себебі мотив осы жолдардан өткеннен кейін ғана
осы жолдарды жаңағы адам өз әрекетінде сезінгеннен кейін оның енді өзіндік ізденіс, яғни оның шығармашылығы арта бастайды. Сол шығармашылықтың кілті де мотив болып саналады екен. Ал енді мынау толық адам концепциясы тұрғысынан қарайтын болсақ, жалпы адам әрекеті деген тұрғыдан қарайтын болсақ, мотив бұл тұлға мәдениетінің көрсеткіші екен. Яғни тұлға деңгейіне көтерілген адамдардың мынау өсуге, дамуға деген құлшынысы. Қазір біз үлкен тренд өмір бойы білім алу дегенді айтамыз ғой. Ендеше өмір бойы білім алу деген ол тек қана оқу ғана емес, ол өсу, өркендеу, даму, толығу деген үдерісі. Ендеше соның барлығының көрсеткіші де осы мотив болып саналады екен. Өйткені мотив сол дамудың бірден-бір көзі де, қайнары да, оның бұлағы да осы саналады екен. Ал енді мотив деген сөз біздің жаңағы Абайдың әлеміне кірер алдында осының басын ашып алуымыз керек болып тұр. Мотивті теориясы кім қалай дейді. Мәселен, Әл-Фарабидің айтуында мотив дегеніміз бұл жаңа әрекетке бастайтын талпындырушы күш. Яғни адамды еш уақытта дамудан тысқары әкетпейтін, адам дамуына негіз болатын оның ішкі талпындырушы күші ол мотив дейді. Әл-Фарабидің жасаған үлкен қағидасы, яғни оның жасаған теориясы осылай дейді. Мотив еш уақытта әрекет тоқтап қалмайды. Мотив әрбір жаңа деңгейге шыққан кезде оның арғы жағындағы келесі бір деңгейге ұмтылдыратын күш екен. Ал Мағжан Жұмабайұлының педагогика деген еңбегінде мотивті бұл тілекті іске асыратын себеп. Яғни адамда тілек болады, жақсы дүниелерді орындасам екен деген. Ал енді сол тілекке жеткізетін себеп сол мотив екен. Мәселен, сіздердің әрқайсыңыз бір үлкен ғылымды игеруге, жақсы қызмет табуға деген іштеріңізде тілек бар. Ал бұл тілек ол құр армандап жатқаннан орындалмайды екен. Яғни сол тілекті іске асыруға қажет егер себептер туындаса, онда сол сіздерді алға жетелейтін күш. Олай болса бұл жерде мотивті себеп деп көрсетілді Мағжан Жұмабаев. Ал Байтұрсынұлының айтуында адам дамуының сапалық тетігі, яғни адамды алға ұмтылдыратын қозғалыс болса, сол бүкіл қозғалыстың, дамудың тетігі мотив дегенді көрсетеді. Әрине ол кісілер мотив деп айтпайды, бірақ ол кісілердің теориясындағы осы адам дамуының сапалық тетігі ол мотив екендігін көреміз. Ал енді біздің ұстазымыз профессор Рақыш Әмірдің айтуында бұл өмір сүрудің, дүниені саналы танудың кілті екен мотив деген. Яғни кілтің бар болса, онда сол саналы тануға да, саналы түсінікке де жол ашылады деген сөз. Ал енді Бейненің айтуынша, бағанада айттық, мотив болса белсенді әрекет бар деп, ендеше белсенді әрекеттің тууының шарты деп көрсетеді екен. Ал Равеннің айтуында адам қабілетінен де жоғары қарап отырсаңыздар, яғни шығармашылыққа бастайтын күш. Сонда адамның бойындағы қабілет, егер мотив болмаса, ол дамымайды. Сондықтан да бұл кісі жаңағы мотивті қабілеттен де жоғары күш дегенді айтып отыр. Ал Реманның айтуынша, жаңағы Жұмабайұлы айтқандай, ол кісі тілекті іске асыратын десе, бұл кісі айтады, мақсатқа жетудің басқышы. Яғни үлкен мақсаттарға адам бірден жете алмайды. Оған әртүрлі қадамдарды, бір-бірімен жалғасып жатқан, бір-бірімен өзектес болып жатқан қадамдарды жүзеге асыру арқылы болады. Яғни басқыштар. Сол әрбір әрекеттің, сол мақсатқа жеткізетін әрекеттің басқышы осы мотив дегенді көрсетеді. Ал енді атақты біздің Жан-Жак Руссо не дейді деңіздер, ол кісі айтады, субъекті менің қалыптастыратын негіз дейді. Яғни мотив болса, адамның мен деген концепциясы да дұрыс қалыптасады деген айтады. Яғни ол мотив арқылы ғана өзінің барлық бойындағы күш-жігерді өзін дамытуға, дүниені дамытуға арнайды деген. Сондықтан да сол мен қалыптастыратын негіз дейді. Ал енді кез келген адамды дарландыратын да, оны бақытқа жеткізетін ұмтылыс, ол Бержерттің айтуынша осы мотив болып саналады. Ұмтылыс, алға ұмтылу бар жерде ғана шын мәнінде тұлғаның өзіндік бет-бейнесі, өзіндік көзқарасы, өзіндік танымы, өзінің болмысы қалыптасатыны ақиқат.
Ал Панариннің айтуында мотив деген дейді бұл адамның ішкі рухани дүниесін жетілдіретін фактор дейді. Енді бұл кісілер мынау таным жағынан көбірек айтып отыр ғой, сондықтан да рухани әлемнің дамуының ең басты фактор осы мотив дейді. Неге? Өйткені мотив саналы әрекетке бастайды. Ал саналы әрекеттің бәрінің ең түпкі мәні, кеше айттық, толық адамның жаңағы нәтижесі не болады деген кезде, яғни рухани жетілген әлемде, ішкі рухани жетілген әлемде. Ендеше Панарин сол ішкі әлемнің жетілуінде ең басты фактор осы мотив дегенді айтады. Ал енді мотивсіз әрекет жоқ дейтін Леонтьев осы Абай айтатын мотивпен тұтасып бірігіп жатқан қағидатты ұсынып отыр. Сондықтан да осы мотив деген жай ғана бір ғана анықтауышпен берілетін нәрсе емес екен. Бұл адамның өзінің жан дүниесімен, оның бүкіл болмысымен байланысты дүние болғандықтан, сол қатпарлы дүниені танудың бір тетігі ретінде мотивке берілген солай көрсетіп отырмыз. Енді Монтессоридің айтуындағы мен, осы меннің мотивпен қандай байланысы бар? Ол кісінің айтуында жалпы мынау адамның өзінің менінің дамуы оның өзінің дамуымен бірге жүретінін айтады. Яғни қай кезде мотив оянады? Мотивтің оянатын бірінші нүктесі, алғашқы нүктесі, ол кісінің айтуында ол өзінен өзі сұрау екен. Яғни мен кіммін деген сұрақты қойған кезде адамның ішкі мотиві оянады екен. Яғни ол кіммін деп сұраудың өзі, кіммін деп ойланудың өзі сол мотив болып саналады екен. Ал екінші, енді белгісіз жаңағы бір нүктеде тұрған меннен сол ой арқылы динамикалық мен туады екен. Яғни мен кім едім, қандай болуым керек деген сұрақты қояды дейді. Сонда осының барлығы бірінен біріне дамып келе жатқан, бірінен бірі туындап отырған бір басқыштар секілді көрінеді маған. Ал енді мұраттағы мен, яғни өзі аңсайтын, өзінің аңсарындағы мен қандай болуға тиістімін деген сұраққа жауап бере алса, онда ол адамның ішінде сол өзі мұрат еткен менге, өзінің меніне жетуге деген ұмтылыс туады екен. Ал енді әрине кез келген адам, оның ішінде әсіресе жас адам, жас балалар, жеткіншектер, жасөспірімдер қиялы өте жүйрік болады. Олардың қашанда өздерінің алдындағы бір кумир дейміз ғой, яғни өздерінің еліктейтін адамдар болады. Сонда қиялдағы мен, яғни кім сияқты болғым келеді? Әкем сияқты болғым келеді, ұстазым сияқты болғым келеді, болмаса жаңағы бір белгілі бір қайраткерлер немесе өзі үлгі тұтатын үлкен тұлғаларды өзіне жаңағы образ етіп алып соған ұмтылдыратын мен болады екен. Оны қиялдағы мен деп көрсетіп Монтессори. Ал енді осы дүниелердің барлығы, яғни армандағы мен, мұраттағы мен, дамитын мен деген нәрсенің барлығы адамның өзіне өзі, Абай айтатын, әділетпен өзін өзі бағалауы, өзінің кім екенін өзі әділет таразысына салып өлшей алуы, міне соның барлығы мотивпен тікелей байланысты. Олай болатын болса, біз бүгінгі дәрісіміздің бөлімін осы жерде тоқтатамыз. Ал енді ары қарайғы Абай шығармашылығындағы мотив қандай ойларынан, қандай пікірлерінен көрінеді деген мәселені ары қарай жалғастыратын боламыз.